Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынында. Әрбір мастың сөйлеген сөзі баса ортатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдық көп өткізіп, елемеген кісі не ахиретте, не дүниеде басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына басқадан жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді бұлай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздығыңнан құтылар орынды харекет табу керек. Һәм қылу керек. Әрбір орынды харекеттің өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі бір антұрғандық. Және жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі қайғы. Ондай күлкіге өзіңде үнемі салынбассың. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, есіл өмірді ескерусіз босқа, болмас өмірге қор еткізіп өткізеді де, ақыр соңында бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі бір құдайға сүйеніп, содан кейін өз күшіңе сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды.